Саламатсыздарма, құрметті көрермендерім, менің құрметті оқырмандарым. Сіздермен бүгін бөлісейін деген менің кішкентай ғана ақыл кеңесім, кез келген мақсатқа тез жетудің төте жолы, тура жолы деп айтайын. Ұсақ-түйек проблемаларыңызды уақытында шешіп үйреніңіздер. Себебі біз ұсақ-түйек деп қараған істер біздің үлкен істеріміздің алдына тосқауыл болады. Бір үлкен бір алып кемені мұхитқа, теңізге батыруға ененің тесігіндей ғана кішкентай тесік жеткілікті дейді. Ендеше әрбір ұсақ-түйек проблемаларымызды уақытында шешіп, ұсақ-түйек деген істерді уақытында алдын алып үйренсек, мақсатымызға тез жетеміз. Бай, қуатты болыңыздар, дендеріңіз сау, аман болыңыздар. Саламатсыздарма, құрметті көрермендерім, менің құрметті оқырмандарым. Сіздермен бүгін бөлісейін деген менің кішкентай ғана ақыл кеңесім, кез келген мақсатқа тез жетудің төте жолы, тура жолы деп айтайын. Ұсақ-түйек проблемаларыңызды уақытында шешіп үйреніңіздер. Себебі біз ұсақ-түйек деп қараған істер біздің үлкен істеріміздің алдына тосқауыл болады. Бір үлкен бір алып кемені мұхитқа, теңізге батыруға ененің тесігіндей ғана кішкентай тесік жеткілікті дейді. Ендеше әрбір ұсақ-түйек проблемаларымызды уақытында шешіп, ұсақ-түйек деген істерді уақытында алдын алып үйренсек, мақсатымызға тез жетеміз. Бай, қуатты болыңыздар, дендеріңіз сау, аман болыңыздар. Саламатсыздарма, құрметті көрермендерім, менің құрметті оқырмандарым. Сіздермен бүгін бөлісейін деген менің кішкентай ғана ақыл кеңесім, кез келген мақсатқа тез жетудің төте жолы, тура жолы деп айтайын. Ұсақ-түйек проблемаларыңызды уақытында шешіп үйреніңіздер. Себебі біз ұсақ-түйек деп қараған істер біздің үлкен істеріміздің алдына тосқауыл болады. Бір үлкен бір алып кемені мұхитқа, теңізге батыруға ененің тесігіндей ғана кішкентай тесік жеткілікті дейді. Ендеше әрбір ұсақ-түйек проблемаларымызды уақытында шешіп, ұсақ-түйек деген істерді уақытында алдын алып үйренсек, мақсатымызға тез жетеміз. Бай, қуатты болыңыздар, дендеріңіз сау, аман болыңыздар.